Майя өркениеті шамамен 2000 жыл бұрын, қазіргі Мексика, Гватемала, Белиз және Гондурас аумағында пайда болды. Олар ерекше сәулет өнерімен, күрделі жазу жүйесімен және ғарышты зерттеу білімімен танымал. Майялар қалаларында зәулім пирамидалар, сарайлар және діни ғибадатханалар салынған. Ең танымал қалалары Чичен Ица, Тикаль және Паленке, бірақ ғалымдарды таңғалдырған нәрсе, олар темір құралдарсыз, дөңгелекті қолданбай, осындай алып құрылыстар салған. Қалайша? Майя астрономиясы және күнтізбесі. Майялар астрономияда ерекше жетістікке жетті. Олар ғарыштағы жұлдыздар мен планеталардың қозғалысын дәл есептеп, күн, ай және шолпан циклдерін бақылап отырды. Олардың күнтізбесі 2012 жылға дейін есептелген. Бұл көптеген адамдардың сол жылы ақырзаман болады деп сенуіне себеп болды. Бірақ майя күнтізбесі әлемнің ақыры емес, жаңа дәуірдің басталуын білдірген екен. Адам құрбандықтары және діни сенімдері. Майя өркениетінің ең қорқынышты дәстүрлерінің бірі адам құрбандығы. Олар құдайларына арнап адамдардың жүрегін тірідей жұлып алып, қасиетті құдықтарға тастаған. Ғалымдар Чичен Ицадағы қасиетті құдықтардан жүздеген адамның сүйектерін тапқан. Бұл құрбандықтар майялардың сенімі бойынша құдайлардың мейірімін алу үшін жасалған. Майя өркениетінің құпия жоғалуы. Бірақ осыншама дамыған өркениет неге кенеттен жоғалып кетті? Бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Бірақ бірнеше теория бар. Климаттың өзгеруі мен құрғақшылық. Майя аймағында ұзаққа созылған құрғақшылықтан егіншілік жүйесі күйреді. Соғыстар мен ішкі қақтығыстар, ресурстар үшін болған шайқастар өркениетті әлсіретті. Жұқпалы аурулар, еуропалықтар келгенге дейін де майялар белгісіз ауруларға шалдыққан болуы мүмкін. Бірақ ең қызығы, олар толығымен жойылып кеткен жоқ. Майялардың ұрпақтары әлі күнге дейін Мексика мен Гватемалада өмір сүріп жатыр. Қорытынды. Майя өркениеті әлемдегі ең жұмбақ халықтардың бірі. Олардың ғарышты бақылау білімі, таңғажайып құрылыстары мен жұмбақ жоғалуы бізге әлі күнге дейін белгісіз. Ал сен қалай ойлайсың, майя өркениеті не себепті жойылып кетті? Лайк басып, пікір қалдыр. Осындай тарихи құпиялар туралы көбірек білгің келсе, арнаға жазыл.